Сәлем достар, бүгін біз менің пляждағы үйіме обзор жасап, сол үйде бір күн өмір сүретін боламыз. Менің пляждағы үйім сондай әдемі және де үлкен. Не дәл судың қасында орналасқан, жасап болғасын суға түсетін боламыз. Так, енді мынау кіреберіс және де мұнда колокольчик бар. Колокольчик дейма қалай айтады? Ал енді үйге кіреміз. Іші өте әдемі, мұндай отырғыш бар кіреберісте және кілемдері өте әдемі жасалған, өте әдемі. Ал мынау біздің гараж. Гаражда әлі машинам жоқ, машинаны қойып қою керек. Ал бұл менің телевизорым. Телевизорда неше түрлі жаңалықтар көрсетіп жатады. Бұл менің холодильнигім. Ең жақсы көретін жерім деп айтсам болады. Ал бұл менің өсірген талым десек болады. Бұл жақта вишнялар өсіп жатыр. Бұл менің бірінші этажымдағы бөлмем. Мынаяғында екі есік бар. Bir жағында туалет, бір жағында гардероб. Мынаяқ туалет, ал екінші жағы есікте гардероб. Мынаяқта киімімізді ауыстырамыз, солай істейміз. Ал мынаяғында екінші этажында қырғын бөлмелер бар. Ал мынау екінші этаждағы екінші бөлмем. Бұл жақта пляж көрінеді терезеден. Ал ар жағында тоже пляж көрінеді, өте әдемі. Бұл жақ балкон. Бұл менің ұйықтайтын төсегім. Көбінесе мен екінші этажда ұйықтайтын боламын. Ал мынау бізде үшінші бөлме. Бұл жақта қонақтар келгенде жатқызып қоюға болады, және бұл жерде өзінің туалеті бар. Мынау жаңағы туалеті. Ал бұл жаңа менің өсіретін вишня талым. Өте үлкен болып өскен. Мен бұл жаққа көп келген жоқпын. Әдемі болып өсіп кеткен екен. Енді далаға шығып обзор жасап жүрейін. Далаға сіздерге ойым гараж. Так, далаға шығамыз. Далада мынаяқта досыммен отырып коктейль ішіп әңгіме айтуға болады. Өте әдемі жер. Ал бұл загорать етуге болады. Күн өте жақсы түседі. Ал бұл жақ бізде қойма десек те болады. Әртүрлі заттарды сақтап қоюға болады. Мына дала өте қараңғы. Енді пижамамызды киіп ұйықтау керекпіз. Так, жаңағы қай этажға барсам екен деп ойланып тұрмын. Так, екінші этажға барайын ба, әлде өзімнің бірінші этажыма бара берейін ба деп. Так, бірінші этажындағы бөлмеме келдім. Мынаяқта бірінші киімімізді ауыстырып алайық. Киімімізді ауыстырғанда біз пижамамызды киеміз. Қазір біз дала киіммен жүрік. Пижамада бізде қазір не бар екен гардеробымызда? Бізде маған пижама, розовый пижама керек бар ғой. Міне розовый